Армыс ардақты ағайын, эфирде біздің сұхбат хабары. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Асау қорының төрағасы Ағалиев Қайролла мырза. Қайроллаға қош келдіңіз. Қысқаша Асау және Барақ батырлар жөнінде айтып өтсеңіз. Сәлеметсің бе Жадыра? Айтқан сөзіңіз өте орынды. Асау Барақ жөнінен айта кететін болсақ, Асау Барақ 1860-70 жылдары Еділ бойында қалмақтардың шығыстағы жоңғар ағайындарына қосылу жөнінде кіші жүз жерінің үстінен өтіп 200 мың қалмақ 80 мыңдай әскеріменен өтіп бара жатқанда, сол кезде Барақ батыр 18 жасында екен. Қалмақтың Алабөк батырын өлтіріп, сол жерде бұл көзге түсіп, осыдан кейін табынның ұранына айланады. 1975-76 жылдары осы қазақ кіші жүз билік басына келетін уақыттары сол кезде Россиядағы Пугачевтің көтерілісімен тұспа-тұс келеді. Сол кезде Сырым батыр, Датұлы, Асау Барақ, Тіленші барлығы бірігіп, осы байылдары билікті басқарған екен. Соңына айта келсек, біз олардың тек қана жаңғыз батырлығы емес, жауға шапқанда тек қана халық үшін ұлт азаттығы қозғалыстарға қатынасқандығын дәлел болып отырады. Барақ батырдың баласы Асау 1963 жылы туылып, 1866 жылы 107 жасында қайтыс болады. Ал мына Асау қоры қашан, қандай мақсатта құрылды? 2007 жылы 27 қарашада қала әкімі Бабахан Жалғас мырзаның шешімі бойынша осы Бостандық районының 19 көшесіне біздің атамыз Асау Барақ көшесін берген. Осы көше берілгеннен соң біз өзімізше осы Асау қорын құруды жөн көрдік. Асау ата қорын құрудың ең бір себебі 1992 жылы Барақ кесенесі құрылған. Ақтөбе облысы Байғанин ауданының қайырымдылық қоры арқылы. Құрған себебіміз Асау атаның басына кесене салу болған. Бұл қорды 2008 жылы 28 майда Алматы, Ақтөбе, Бейнеу, Ақтау, Өзен де тұратын ағайындардың бас қосуыменен Бейнеуде өткен 28 май 2007 жылы бас қосып, сол жерде Асау ата қорын құруға қабыл етілді. Соның төрағасы етіп мені сайлаған. Содан біз мешітті, біз Көшірбаев мырзаға, облыстың әкімі, хат жолдап, Асау атаның кесенесін салу жөнінде хат жолдағанбыз. Әкім мемлекеттік мұражайға жолдаған біз хаттың. Сол мемлекеттік мұражайда Ғұмарова Майра қарындасымызға барып сөйлескенімізде, бұл Асау ата қоры ашылғаныңыз дұрыс, дегенмен Асау кесенесін салу мүмкін емес. Себебі тарихи ескерткіш ретінде ЮНЕСКО-ға кірген 36 ескерткіштердің бірі екен. Ол жөнінен Ғұмарова біздерге берген, Ғұмарова ол тарихи ескерткіш болғаннан кейін оны тек қана лицензиясы бар реставрация жасайтын мекеме арқылы жөндеуге болады. Бұлайынша жаңғыртуға болмайтындығын айтты. Оның басында мешіт, тілеухана салуымызға болады деп ескерткен бізге. Ағымдағы жылдың 25-26 маусымда өтетін шараға кімдер қатысады және бұл шара несімен не істей алмақшы? 25-26-сында мешіттің ашылуы салтанатына біздің Қазақстаннан Алматы облысы, Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Жамбыл, Маңғыстау облыстары қатынасады.
бұл мешіттің ашылуы атамыздың 67 жылдығына тұспа-тұс келіп тұр екен. Айта кетсек, бұл мешіттің Асау Ата қоры ерікті қайырымдылық қоры. Бұл жерде халықтың күшіменен және жеке тұлғаның спонсорлық жасауыменен болып жатқан нәрсе. Халық айтады ғой, көп түкірсе көл дегендей, осы Асау Ата мешітінің салынуына мына Ақтөбе облысы, Маңғыстау облысы, Ақтау, Жаңаөзен, Алматы облыстарынан, Атырау облыстарының азаматтары атсалысты. Бұлардың жеке тұлғалар, айта кетсек, Қайрат Өтенов 300 мың менен көмек беріп отырыпты. Ал енді несімен есте қалады дегенге келсек, қазақ айтқан ғой, өлі жібімей тірі байымайды деген. Сол мақсатта біздер ата бабамыздың кім екендігін, қандай екендігін мына жас ұрпақтарға дәріптеу, мешіттің осы мұсылман қауымының есте қаларлықтай қылып, ал енді бұл мешіттің салыну себебіне келсек, енді біз жаңағы айтып отырмыз ғой, өлі жібімей тірі байымайды деп. Сондай-ақ осы өткен дәстүрдегі ата-бабаларымызды еске алып, олардың істеген істерін құптап дегендей дәріптеп, осы жастарға ертеңгі үлгі боларлықтай мақсатта істеп отырмыз. Жаңағы өзіңіз айтып өткен Асау Барақ атаның құрметіне арналып мешіт саламыз деп жатырсыңыз. Ал бұл мешіт құрылысына жергілікті билік өкілдері қандай көмек көрсетіп жатыр? Әрине, бұл іс оңай іс емес. Бұл қаражаттың барлығы осы Асау Ата қорының есебінен 70%-тей Асау Ата қорынан бөлінген. Облыс әкімінің орынбасары Айтқұлов Амангелді мырза, олар да өздерінің көмектерін береміз деп жатқан. Біз оларға сенеміз. Жергілікті әкім Сарбөпеев мырза да өзінің көмектерін беріп жатыр. Біз оларға дән ризамыз. Сау болсын айтамыз оларға. Тек жұмыстарына табыстар, семьяда бақыт тілеймін. Қазіргі Асау Барақ ұрпақтарына сіз ауыл ақсақалы ретінде, өсиет ретінде не айтасыңыз? Енді өсіп келе жатқан ұрпақтарға айтатынымыз осы: біздер мінекей ата бабамызды сыйлап, осындай мешіт салып жатырмыз. Осындай мешіттерді соңғы біздердің немерелеріміз, шөберелеріміз барлық уақытта осыларды есіне сақтап, бұларды бұдан да әрі қарап дамытып, оларды мүмкін болса мешіттерді медресе қылып, сол халықтың игілігі үшін атсалысса екен дейміз. Осы қолда бар құндылықтарымыз тарих беттерінен алтын әріппенен орын алса дейміз. Осыларды балдарымыз еске сақтап, оларды әрі қарап дамытса екен дейміз. Қайролла аға, алтын уақытыңызды бөліп сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Құрметті телекөрермендер, эфирде келесі жүздескенше еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.